жерім, сенсің жаным менің, бәрім менің. Ұлт сардарын ұлықтаған, ел көңілін бай қылсын, ереңбегін құныттаған әр студент ой қылсын. Енді Құдай әбүйір бер, ісін атын өзін сай қылсын, саған ұқсап әр универ дәл осындай той қылсын. Ректор қандай, бет бұрғандай тарихыма бойлатып, ақындарға төрім берді айтыстырып, сайратып, өз ағамыз алып келген тай қазанын қайнатып, нардың тойын өткізейік наурыздай қып тойлатып. Туғал ерім, өзбек әлім, өзге дарын, тектілігің сенің көзге мәлім. Ата салтын аялаған мақтанышым өзіңсің, жақсылығын аямаған тек тарысым өзіңсің. Сендегі бар қасиетті студенттер игерсін, өнегең мен өсиетті өн бойына егерсін. Енді Құдай әбүйір бер, атын өзін сай қылсын, саған ұқсап әр универ дәл осындай той қылсын, той қылсын. Жаратқан екеумізге жыр берді ғой, сайра деп сахнада тіл берді ғой. Қайраткерге той жасап жатыр бүгін дүбірі осы кештің тың болды ғой. Арп ішінде бір бидай болып отқан Айымжан сахнада гүл болды ғой. Сол қызбенен айтыссам деген едім, жоспарым аяқ асты күл болды ғой. Жігітпенен қойыпты жұптастырып, мынамен айтысуда мұң болды ғой. Не жазғаным бар еді бұжалғанға, тағдырым айтыстағы түрленді ғой. Дүниеге бір-ақ рет келгенімде Құдайдан қыз сұрап ем, ұл берді ғой. Әгигәгім, әгигәгім. Жаныма серік етпей бөтен ұлды, жұп қылдым Мейіржандай нөкерімді. Мейіржан атына сай азамат қой, мейірімді жүзі де өте нұрлы. Астана сені қатты мақтап жүр ғой, естігенде көңілім көтерілді. Көмек қолын созыпсың бір әйелге, көңілі боп тұрғанда өте мұңды. Тамағына ақшасы жетпей қалып, ұсыныпсың шайың мен шекеріңді. Жарқыратып 100 теңге беріпсің ғой, мен ақ төлей салам деп өтеміңді. Әлгі әйел алғысында айтыпты ғой, дәл сендей көргем жоқ деп жетел ұлды. Риза боп сенің аппақ пейеліңе жауыпты бір шапанын өте құнды. Басында аңтаң болып сенбей қалдық, көрмеген соң мұндай ерлік етеріңді. Құдай-ай, біздің Мико сондай меттеп, өзімде білмей қалдым нетерімді. Қасыңда жүріп қалай байқамағам, атымтай жомарт ақын екеніңді. Әгигәгім, әгигәгім. Байлаба бақшапанға үш белбеуді, көтер алмай жүрсің бе құс кеудеңді. Қарекет қоры білсе мына жайтты, кеудеңе тағармеді күш торденді. Шымкентке талай келіп армандаушем, сенімен тамақтанып түстенгенді. Бізге шай әперуге жарамайтын мерейі Мейіржанның үстем болды. Мән жайды өзің айтшы мәрт ақыным, ол жерде нақтығандай істер болды. Бәрінен маған қызық боп тұрған ай, қалайша қиып бердің 100 теңгеңді. Әгигәгім, әгигәгім. Отырса желкенімді айқаяқау, ай халқым үрлеп, нар тәуекел біздерде тартыну жоқ. Ақырғы боп алдыңа шықсам дағы, ақынның ойламаймын артымын деп.
Ассалаумағалейкум қара шаңырақ, жыл 12 ай тұратын қалпы гүлдеп, жаны жаздай шәкірттер бармысыздар, ағындарға қол соққан жарқыным деп. Ұстаздан шәкірт озар деген сөзге жетем деп оқып жүрген 6 күн деп. Аяулы ұстаздарым армысыздар, алдымыздан шығатын алтыным деп. Ақталдау еткен еңбек төккен терің, тынымсыз еңбегіңе тәнтімін көп. Өзбекәлі Жәнібек атанғалы айтыспен шығып жатыр таңғы бірлеп. Қаншама жыл аңсабең армандабең, атағың айдан астау әркімін деп. Жұрттың қолы жетпеген өз ағама, аттарың жатыр міне. Жұрттың қолы жетпеген өз ағама, аттарың жетті міне әупірім деп айқаяқа. Ай, ай. Ал дәурен аманбысың одаққа игі, сайысқанда алатын санап бәйгі. Ол рас бір әпкеміз шапан берді, сен үшін болып отырма солақ қайғы. Қалай қиып бердің деп 100 теңгемді, менің жомарттығымды жаратпайды. Қысылғанға қол үшін созар болсаң, Құдайда сүйген құлын мадақтайды. Қайырымды іске қоссаңыз тиыныңда, үстіңе қос шапан қабаттайды. Теңгеміз құнсызданып барады деп, ақша құмар адамдар адақтайды. Қадіріне жет алсаң 100 теңгеде, адамның жүзін жерге қаратпайды. Айқаяқау, ай, ай. Дегенде ысқақ дәурен, жұп болдың бүгін мендей тысқаққан мен. Мен де жұп боп қалыппын қарап жүрмей, дәурендей ақын әнші күшті актермен. Ақыры шапан жайлы айтар болсаң, сенің де жерің жоқ қой тысқап көрген. Бұл күнде астаналық ақын болдың, үкіңді шымғалада ұштатқан мен. Ақмола мәдениеті есту, мына саған ақын бол, әнші бол деп Ақмола мәдениеті штат бөлген. Директорың жұмыстан қуыпты ғой, кездерің болмаса да қыспақ көрген. Клубтың домбыра мен шапандарын ұрлап жатқан жеріңнен ұстап берген. Айтпақшы сол ұрлығы заттарым екен, шапаның айтысуға киіп келген, домбыраң айтысуға ұстап келген. Дәуренжан, сен не дейсің, мен не дейін? Мен сені шалыс басқан пенде дейін. Орлықтың түбі қорлық демейді ме? Қайбетіңмен қарайсың елге кейін. Мен саған Өзбекәлі атамыздың елге қылған еңбегін термелейін. Қазағымның наурызын тірілткен ғой, ұмыт болып кеткенде берге дейін. Тайқазанды қайтарып туған жерге атамыз өсірді ғой, елмерейін. Ұлттық ой өрнекті сақтап қалып, тұмарғы білген жоқ па төрге кейін. Жәдігердің барлығын жиып терген Жәнібек қалайша ердемейін. Адамдардан домбыра шапан ұрлап, атақты боп кетерсің сен деген. Өзбекәлі атаңнан аумай тұрсың, тек қана өзбек деген жерге дейін. Айқаяқау, ай, ай. Мәкеңнің маған берген жауабы ғой, өтірік сөзді бұл да табады ғой. Қажымұқан ақынды білуші, Қажымұқан ақында сен секілді көңілін көпшіліктің табады ғой. Жұма күні қалада дүкен арлап, қарызын көп адамның жабады ғой.
Қажеке қасыңызға алсаңызшы, қажетіңе бір көмегі болады ғой. Мысалы 1000 теңгелік қарыз болса, 100 теңгесін бұл төлей салады ғой. 100 теңгесін бұл төлей салған күнде өзіңе 900-і қалады ғой. Әгегәгім, әгегәгім. Досым-ау, не жағдайды жырлап кеттің, шындықты білмей жатып шындап кеттің. Ештеңе ұрлаған жоқ, ұрлатқан жоқ, керісінше істерін сынғап кеттім. Ол рас, мәдениетте жұмыс жасап, олқылықтың орынын турлап кеттім. Бір күні жұмысыма барғанымда істерін қызметкердің сынғап кеттім. Екі орыс аспап ұрлап жатыр екен, көре сап көтеріліп тулап кеттім. Көк көздерін көгала қойдай қылып өзімізге кірісіп шындап кеттім. Ұлттық аспап қорланып жатқаннан соң ұрылардың қолынан ұрлап кеттім. Орыстар отын қылып тастай ма деп домбырамды өзіммен біргап кеттім. Апардым да музейге іліп қойып өз ағамның ісінен үлгап кеттім. Сонан соң басшылықтан қыспақ көрдім, еріксіз жұмысымнан ұшпақ болдым. Жаңа орыс бастығым болып шығып, екі қолын қайырып ұстап кердім. Құзырлы органдарды шақырдым да болған жайттың барлығын нұсқап бердім. Шымкенттің әкіміндей әлгі орысты тығырыққа тірейтін тұсқап келдім. Әділетті Қазақстан орнасын деп Андрейді Антигорға ұстап бердім. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Адамнан ар мен ұяқ қылық кетті. Көп жағдай көңілімді күдіктетті. Біздерде ұрланбаған не қалды өзі, жауларың жан-жақтан кеп қырып кетті. Немістер қымызыңды ұрлап кетіп, сусынымды сұрамай іліп кетті. Қытайлар жетігенді ұрлап кетіп, өзінің дәстүріне бұрып кетті. Қырғыздар қобызымды ұрлап кетіп, қорқытты шетке қарай сырып кетті. Өзбектер дауылпазды біздікі деп өздерінше бет алды қуып кетті. Қазақта домбырадан басқа жоқ деп орыстар үстімізден күліп кетті. Өзбек әлі ағамыз өзі жалғыз зерттеп аспаптарды үгіттепті. Есенгіге естіртіп музыкасын Елсинде де риза қылып кетті. Бабамнан қалған көне жәдігердің ұлт үшін құндылығын ұғып кетті. Мұралардың бірінің мұртын бұзбай, мұражайдың төріне іліп кетті. Әгегәгім, әгегәгім. Досымнан көрмеген соң еш алыстық, ісінен күтпеуші едім осал істік. Бесарыс деген ұйым құрып апсың, кімдерден көріп едің не жауыздық. Айгүннің аманында нетесің деп тоқтат деп Мейіржанмен не шалыстық. Біз қазір егеменді елміз ғой деп қол жинап қоғамменен қосалыстық. Ақыры қоймаған соң жарайды деп көңілін қабыл алып қошалыстық. Нұрғали, Жандос, Аян, Абылай мен Бекарысты санапсың бесарыс қып. Бірақ та сені ішінен таба алмадым, есебінен шатасып не шауыштық. 6-шы арыс деген болмайды ғой, бесарыс емес бөзі бесағыштық. Десе де шикілігі бар екен ғой, мен де бірақ өзіме сақ екен ғой. Шәкәрім Мағжан Ахмет Міржақыптай Мейіржанды деп жүрсем нар екен ғой. Соңдарына түсіп ап зерттедім, елеулі еңбектері жоқ екен ғой. Қашан көрсең бас қосып отырады, талқылайтын істері көп екен ғой. Сөйтсем оның себебі басқа декен, топтарының тірлігі шоу екен ғой. Әр ай сайын жиналып гәп ойнайды, гәптестерге ашылған топ екен ғой. Ән айтып, әңгіме айтып отыратын, істейтін тірліктері шоу екен ғой. Қысқасы келіп кетер пайдасы жоқ, бесарыс дегендері гәп екен ғой. Әгегәгім, әгегәгім.
Ақыным тағы бастау айғай жуға қалжыңға келген кезде қайнайсың ба? Бес ақын бес арыс боп бірігіп ек қоспап едік тісіңді қайрайсың ба? Баяғы бес арыстай болсақ деп ек қазақ үшін тұратын қайғайсыңға. Болмасаң да ұқсап бақ деп қалдырған абайды бір еске алып қоймайсың ба? Бес арыс WhatsApp'тағы чаттың аты, оны айтсам тағазілдеп сайрайсың ба? Әр сөзді турасынан қабылдамай байыппен асықпай байыбына бармайсың ба? Мысалы, рұқсардары деген кезде өз ағам солдат деуден таймайсың ба? Одан соң ақыретті көрші деген чаттардың тереңіне бойлайсың ба? Сол чатта Қажымұқан бар деп айтсам, арыстай ағаңмен де ойнайсың ба? Сен сонда Қажымұқан абзалды ақыретте тұрады деп ойлайсың ба? Айқай ақау, ай. Бұл дәурен астаналық қонақ екен, қонаққа құрметіміз жоғар екен. Біз деген бала күнгі достар едік, қызықты сәтімізде көп ақ екен. Осыдан 10 жыл бұрын осы жерде осындай үлкен айтыс болады екен. Сол айтыста алдына қара салмай біздің дәурен бас жүлде алады екен. Сол кезде бізде оқы деп грант берген Аяшыптай аяулы ағаң екен. Бұл бірақ оқым буға түспеймін деп айналып Астанаға шабады екен. Тегін оқу берсе де оқымайтын мынауың барып тұрған қодар екен. Ақылы оқып жүрсе де ақша төлеп қайта біздің сұлтандар адам екен. Ректор апай осыны ескерерсіз, біздің қоғам қайырымсыз қоғам екен. Қаланың балдарына қайдан, бірақ ауылдың балдарынан обал екен. Айқай ақау, ай ай. Ержан, болды-ау деймін. Дәурен, аяқтай қой. Төктің-ау бұрқыратып тұсым дөлең, арсылдап жүре берме ясыл дерем. Ол рас, ректордан грант алдым, бойыма біткен өнер күшімменен. Оқуға түспеуімнің себебі бар, оны да дәлелдейін ісімменен. Нұрғалиға жолымды беріп кетіп, оқуға грантқа түсіргенем. Түлегі болмасам да бұл орданың ешқашан абыройын түсірмегем. Осында оқымады демесеңдер, жүрмін ғой жиыныңның ішінде, мен жыл сайын бір диплом алып кетем, айтысқа қатысқаны үшін деген. Әгегәгім, әгегәгім. Рахмет, Дәуренжан, қайба қой. Өз ағам ұлтым үшін уышы бет, жұртым деген адаммен туысы бет. Тынымсыз тірлік жасап кетіпті ғой, тұралаған заманда тынышы жоқ. Торғайды 5 жылда гүлдендіріп мекенге айналдырған ырысы көп. Әншілердің бәріне атақ беріп, мәдениетте ашылған тынысы көп. Халила Омаровтай режиссердің компартия ісіне кірісіп ет. Кәушен жайлы деректі фильмінде түбегейлі құртуға тырысып ет. Өзбекәлі ағамыз рұқсат беріп қайталап беріңдер деп ұрысып ет. Советтің заманында экраннан қайталап күніне көрсет алады кім үшірет. Қазақтың бес арысын ақтағаны тарихта көрінеді ұлысы боп. Өз-өзін арыспын деп санамаған өз ағамның атқарған ірісі көп. Ал енді Мейіржандай арысымның ақтауға тұрарлықтай бірісі жоқ. Намыстанбай арыспын деп айтқан мен арыстардай атқарған бірісі жоқ. Әгегәгім, әгегәгім. Бәрекелді. Өлеңге қарық болса мәрталашым, еселеп ояқтарды ортадашын. Ауызға түскен жырды ақтарды қой, ағайын бізден нені қолғаласын. Осымен қошаман бол көрерменім, жиылсын жылда тойда арқа басың. Мейіржан досым, сенде аман болғын, шаршайық жиын тойда шаршағасын. Аптығы басылмаған оқым пудың шаттығы ешқашанда тарқамасын. Әгегәгім, әгегәгім. Бәрекелді. Рахмет. Міне алдарыңыздан 7 14 ақынымыз өтті.
Жақсы айтыстар болды, тамаша. Енді соңғы жұптың бағасын қазылар алқасы берсе, арғы жағында отырған айтысты бастаған Астана қаласынан Дәурен Ысқақтың ұпайы. Қазылар алқасы 9-9-9, 1-10 қалған 9. Бергі жағында отырған Мейіржан Жарылқап кітапхана шақынымыздың ұпайы 1-10 қалған 9.